Құрметті кандидат, эссе жазу кезеңіне қош келдіңіз. Сізге 40 минут ішінде онлайн платформада белгілі бір тақырыпқа эссе жазу қажет. Жеке кабинетіңіздегі эссе бөлімінде эссенің тақырыбы сұр блокта көрсетіледі. Эссе тақырыбы жүйемен кездейсоқ тәртіпте таңдалады. Таймер 40 минутқа орнатылған. Содан кейін сіз екі терезені көресіз, сол жақта эссе жазу үшін, оң жақта сіздің видеоңыз. Видеоны қосу түймесін басыңыз және дайын болған кезде эссе жазуды бастау түймесін басыңыз. Таймер іске қосылғанда сіз эссе жазуға кірісе аласыз. Сізге келесідей тармақтарға назар аудару қажет. Іріктеу кезеңі кандидат таңдаған мемлекеттік немесе орыс тілдерінің бірінде аудио-видео жазбамен жүргізіледі. Кандидат пайдаланатын компьютердің техникалық мүмкіндіктеріне интернет жылдамдығы кемінде 5 мегабайт секунд екендігіне жұмыс істейтін веб-камераның болуына өзі жауапты болады. Уақыт өткеннен кейін эссе автоматты түрде сақталады және бағалауға жіберіледі. Эссе жазу кезінде шпаргалкаларды пайдалануға, өз орнынан тұрып кетуге, келіссөздер жүргізуге, телефон арқылы сөйлесуге тыйым салынады. Эссе жазу кезінде өзімен бірге қабылдаушы беруші электрондық құрылғыларды, соның ішінде ұялы телефондар және өзге де электрондық жабдықтар, қағаз тасығыштары және басқа да ақпарат көздерін алуға тыйым салынады. Эссе жазу барысында кез келген цифрлық тасығыштар, соның ішінде ұялы телефондар арқылы компьютердің жұмыс үстелін фото және видеоға түсіруге тыйым салынады. Браузердің сайтын терезесі жиырылған немесе жабылған жағдайда іріктеу кезеңі автоматты түрде жабылады. Тек Chrome браузерін қолдану. Эссенің тақырыбы үшінші тұлғаларға жарияламау. Көрсетілген талаптар бойынша бұзушылықтарға жол берілген жағдайда іріктеу нәтижелері жойылады. Осы іріктеу кезеңіне қайта өтуге жол берілмейді. Сізге эссе жазу үшін мыналарды назарда ұстау қажет. Тұтынушы келісімін мұқият оқып, оны қабылдау, эссе жазу кезеңінің видео нұсқаулығын көру нұсқаулықпен танысу. Видеокамераны тексеру. Эссе жазу кезінде сізді алаңдатпайтынына көз жеткізу. Сіздің нәтижеңіз 2019 жылғы 20 қарашада жеке кабинетіңізде жарияланады. Эссе жазу кезеңі 2019 жылдың 27 қазанында Нұр-Сұлтан қаласының уақыты бойынша сағат түнгі 12-ден 23:59-ға дейін қолжетімді. Сәттілік тілейміз.